Сізге өтірік, бірақ мағаншын, бірақ қазақтар арасында Лимон дейтін мұғалім, Балтабай дейтін әйел, Сағадат, Минут дейтін ағайындылар бар екен. Тіпті Маймылша есімді қазақ бар екен естігенде, ойпырмай адамның ойына келмейтін нәрсе жоқ екен ау деп әбден күлгенім бар. Әр есімнің өз тарихы, өзіндік сыры бар. Бүгінде қандай есімдер сәнде? Ең көп кездесетін есімдер қатарын білсек, зер салыңыздар. Қазақ халқы ежелден есім қоюға ерекше мән берген. Себебі адам есімінің мән мазмұны оның тағдырымен тікелей сабақтас делінеді. Бұл қағидамен толықтай қосылуға болады. Әр адам өзінің есімінің әдемі де мәнді болғанын қалайды. Енді бірі өзімен аттас адамдар жайлы қызықты мағлұматтар алғанды да ұнатады. Ондай мүмкіншілікті ұсынған статистика комитетінің көмегіне біз де жүгініп көрдік. Елімізде Таңшолпан есімді, яғни біздің бағдарламамызбен төл құрдас небәрі 5 адам тіркелген екен. Ал жалпы елімізде Таңшолпан есімді 3494 қыз-келіншек бар болып шықты. Сондай-ақ, өткен жылдың қорытындысына назар аударсақ, елімізде көш бастаған Әлихан есімді 2798 ұл бала және 6276 Айзере есімді қыздар дүниеге келген. Осы орайда нәзік жандыларымыздың саны тағы да күрт артқаны білінеді. Дегенмен, бұл әлемдік көрсеткіштің бір парасы екенін де ескертеміз. Ең бастысы халқымыздың саны 270 мыңға артқан, яғни 17.397.000 тұрғын бар. Қазақ есімдеріне байланысты тың ақпараттар жетерлік. Атап айтсақ, көне тіліміздің мәйегі сақталған ата-әжелеріміздің есімдерінің сыры өз алдына тереңде. Көп жағдайда байырғы есімдердің мағынасын түсінбей, қателікке бой алдырып жатамыз. Тың есімдер жайлы қызықты да танымды мағлұматтар алғыңыз келсе, Таңшолпанның алдағы санын тосыңыздар.